Сәлем достар, сіздермен бірге оңай каналы. Бүгінгі тақырыбымыз ішек жолдарындағы проблемаларды нені өршіту мүмкін екені туралы болмақ. Сонымен, қауынды кімдерге жеуге болмайды? Диетолог дәрігер мамандарының сөзінше, қауында калория аз мөлшерде болса да, ол қорытылуы қиын өнімге жатады. 100 грамм қауында шамамен 35 килокалория болады. Қауынды аш қарынға және басқа тамақпен бірге жемеген жөн. Оған қоса жемістермен араластырып жеуге болмайды. Себебі асқазанның жұмысы бұзылып, диарея пайда болуы мүмкін. Ең оңтайлы шешім тамақтанғаннан кейін 1 сағат үзілістен соң жеу керек. Диетологтың айтуынша гастрит, панкреатит, холецистит, яғни өт қабынуы және асқазан жарасы сынды аурулар асқынса, онда тіпті қауын жемеген абзал. Егер ішек жолдарының жұмысы бұзылса, онда қауын жеудің қажеті жоқ, себебі қауын ішек жолдарындағы проблемаларды одан әрі өршіту мүмкін дейді маман. Айта кетсек, бұған дейін ресейлік кардиолог дәрігер Байдина қандай тағамдар қан қысымын төмендететінін айтқан болатын. Маманның сөзінше, тамырларды кеңейтуге көмектесетін заттардың бірі сүт қышқылы. Ол айран, қою айран, сүзбе сынды өзге де сүт өнімдерінде кездеседі. Каркаде шайы да гипертониясы бар науқастарға пайдалы сусындардың бірі. Құрамында антиоксиданттар мен С дәрумені болғандықтан, сусын қан тамырларын кеңейтуге көмектеседі. Осымен достар, бүгінгі тақырып сіздерге пайдалы болды деген ойдамыз. Сіздермен болған оңай каналы. Каналымызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.